17 жылдың қатпарында қалған осынау оқиға кейде алыстан қылаң беріп көкірек кернейтіні бар. Ешкімге тіс жарып айтпаған бұл сыр кейде жаныма маза бермейтінін мойындаймын. Бүгін тәуекелге бел буып, ішімдегіні алаш айнасын ақтарып отырмын. Бір ауыр жүктен жеңілдегендей болармын бәлкім. Кластас құрбым Нұрзия екеуміз студенттік ғұмырымызды да бірге өткергенбіз. Уақытымыз үнемі ойын күлкі, қызық думанмен өтуші еді. Бір кездері Нұрзия уайым мұңға берілетін болды. Неге екенін сұрасам айтпайтын. Күндердің күнінде ол маған сырын ақтарды. Сен ауылға кеткенде каникулда қалада қалып едім ғой. Сонда қатарлас курста оқитын біздің ауданнан қызы Салтанат қонаққа шақырып жанымды қоймады. Неге екенін білмеймін, менімен дос болуға құштар-ақ өзі. Онымен бір отырысқа бардық. Оның ауылының жігіттері көп болды. Салтанат мас болып қалды. Тек Салтанат қана емес, әлгі жердегінің бәрі мас. Салтанат бір жігітпен құшақтасып ұйықтап қалған соң, мені бір жігіт мазалай бастады. Көне қоймаған соң күш салуға көшті. Оның менімен арпалысып жүргенін көріп, екіншісі болыса кетті. Сөйтіп әлгі екеуі мені кезек-кезек зорлады. Сол бір күнді ойласам құсқым келеді. Арақ ішіп алып теңкиіп жатқан Салтанатты иттің етінен жек көрем. Сол бір күнді елестесем, өз-өзімнен жеркенемін, деді Нұрзия. Мен кейін күйеуге шыққанда күйеуіме не бетімді айтамын. Денеме зорлықтың табы қалғандықтан енді ешқашан төсек рағаты махаббат дегенді білмей кететін шығармын. Иә, зорлық яғни ықтиярсыз төсек қатынасы дегендеріңіз өзі қорқынышпен байланысты нәрсе ғой. Ондайды жақсылықпен еске алатын, жақсы сезімде тыңдайтын адам баласы жоқ. 90-шы жылдардағы жоқшылық кім-кімнің болмасын есінде шығар. Отбасын асыраймын деген жұрттың бәрі сол кездері базар жағалап кетті емес пе? Мен де күйеуім үйде сопиып әрекетсіз отырып қалғандықтан Бішкек қайдасың деп пойызға мініп жолға шығып кеттім. Көршім Шолпан коммерсант еді. Неліктен екенін есімде жоқ, біз жол жүретін кезде билет бола қоймады. Содан Шолпан, біз проводникпен келісіп жүре береміз ғой деп, билеттің жоқтығына еш алаңдамады. Купеге орналасқан менен басқа 3 әйелдің бәрі де саудагер. Егде тартқан Маша тәтей, аты солай болғанымен өзі қазақ. Жайма базарда киім сататын көрінеді. Шолпанның сататыны ыдыс-аяқ, ұсақ-түйек. Маша тәтей дегеніңіз желіккен адам екен. Жол бойы арақ сыра ішіп, қалжың айтып зеріктірмеді. Мезгіл түн болғанда ортаға тағамдарды толтырды да проводник жігітті шақырып келді. Арасында оған, мына Ғалия қандай сұлу қыз, ойнап күлсеңдерші деп мені нұсқап қояды. Мен ұялып барамын. Бастапқыда жол серіктерімнің көңілдерін қимай, ақтан-ұрттан қарап отырғанмын. Бара-бара көбірек ішейін дедім. Бірсыпыра отырдық. Бір уақытта жанымдағылар ұйқыға жатты. Әлде бір станцияға тоқтаған кезде проводнигім шығып кеткен. Мен де ұйқыға жаттым. Бір уақытта пойыз орнынан қозғалып, үйреншікті түк-түгіне басты. Осы мезгілде жаныма біреу қыстырылып жата кетті. Әлеуетті қолдар ып-ыстық денемді балқытып бара жатқандай. Қарасам, жігіттік жасағысы келіп тұрған әлгі проводнигім екен. Қой ұят болады дедім. Жүр, ұйқың келмесе менің купеме барып әңгімелесейік. Жол ұзақ, деді ол. Бармасам осы жерде мазамды алып келе беретін шығар деген оймен оның купесіне бардым. Үстіңгі сөреде еңгезердей біреу қорылдап жатыр. Проводнигім сөзге келместен мені құшақтап сүйе бастады. Алпамсадай денесімен жеңіп бара жатыр. Шыны керек, менің табиғатыма әлгінің әрекеттері ұнап, денем соған икемдеп әкетіп бара жатқан сияқты. Бір уақытта киімсіз қалдым. Ол өз дегенін жасады. Бастапқыда оны қаламасам да, нәпсім өз дегенін істеп, ұятты іске жол беріп қойдық. Осы уақытқа дейін әйелдік парызымды өтедім дегенім болмаса, өзім өз болып күйеуімді қалап көрмеппін. Және дәл осындай ләззат алмаған екем. Өне бойыма бір ерекше нұр құйылды. Шу станциясынан түсіп қалған соң таксиге міндік. Боранбай атты таксишінің көлігіне отырдық. 40 талқындап қалған азамат екен. Бішкектің базарларын аралатып жұмысымызды бітірді. Менің жүгім аз болып, басқалардікі Боранбайдың көлігіне сыймайтын болды да, олар қайтарда үлкенірек көлікке мінетін болды. Мен Боранбаймен Бішкектен Шуға жалғыз кеттім. Жолда түрлі әңгіменің басын шалдық. Бір уақытта Боранбай көлігін жол шетіне доғарды да далаға шығып келді. Сен маған кешеден бері ұнап қалдың, көңілім кетіп отыр деп тіземе алақанын салды. Қағып жібердім. Мен күйеуі бар әйелмін, дедім қатқыл дауыспен. Мен сенімен қайтсем де болам. Сен үшін бағана көлігіме артық жолаушыда алғам жоқ, дейді міндетсініп. Жамандайын ызам келді. Осы жолы таксиші мен проводник атаулы маған үйір болғанын естіген ойға кеттім. Денем тоңазып, бір ісіп, бір суыды.
Боранбай бірдеңе деп отыр. Бір уақытта юбкамның етегін түріп жіберді. Киімдерін шешуге ыңғайланғанда денем тоқ ұрғандай болып кетті. Әлгіні жек көріп тұрсам да қимыл қозғалысы жаныма жағып барады. Бір уақытта өзі шешіне бастады. Мұнысын көріп тіпті дегбірім қашты. Сөйтіп ол да өз қалауына жетіп тынды. Проводникпен арадағы оқиға ішімдіктің салдарынан болды десек, мынауым не енді? Әлде бәрі қинайды деп айтқанына көне салдым ба? Айдаладағы Бішкектің жолында қайта қашып құтылатын едім. Бәрінен қызығы, осы бір ақылға қонбайтын екі ерсі оқиғаның екеуінде де ерекше ләззат алдым. Бұл сезімдерді күйеуіммен бірге ешқашан басымнан кешкен емеспін. Кей әйелдер мен феминистпін, фригидпін, суықпын деп төсекте ләззатқа жете алмайтынын айтып жатады ғой. Менде де болады. Күйеуімнен төсек қатынасына барғым келсе де, денем қатып мелшиіп қалатын кездер. Ондай кездерде үстімнен төніп тұрған еңгезердей таксиші, пойыздағы проводник есіме түсіп кетсе, ғажайып күй кешем. Бұл Астанадан Алматыға іссапармен жиі келіп тұратын досымның айтқан әңгімесі. Алғашында сенгім келмеген, бірақ ант су ішкен соң сенбеске болмады. Былай дейді қысқасы: өзің білесің, мен Алматыға жиі келіп тұрамын. Фирмаларға аудиториялық тексеріс жасаймын. Бұл сондай бір тексерістен кейін болған оқиға, деп бастады досым әңгімесін. 3 адамбыз. Үлкен компанияға аудиторлық тексеріспен келдік. Басшысы жылпос екен, құрақ ұшып қарсы алды. Ішім жеміміз солардың мойнында. 2 күн өтпей жатып ақ, шаршаған шығарсыздар, жұмыстан кейін жуынып шайынып алыңыздар деп саунаға шақырды. Қарсы болмадық. Мұндайды талай көргенбіз. Парға кіріп бассейнге шомылып, алдымызға қойылған ас судан дәм татып, көңіл жайлана бергенде сопаң етіп 3 қыз келді. Компания басшысы оларды қарсы алып бізге таныстырып жатыр. Байқаймын, бұл қыздармен бұрыннан таныс біліс сияқты. Жігіттер, шаршап жүрсіздер ғой, мына қарындастармен көңіл көтеріңдер, әдейі шақырдым, дейді. Саунадағы отырысымыз қызып сала берді. Жасыратын несі бар, арнайы шақырылған қыздар ғой, өз істерін біледі екен. Көшенің жезөкшелеріне келмейді. Киім киістері, сөздері дұрыс. Артынан компания басшысы сөз айтты: тексерушілерді осылай демалдырып қоя береміз. Мұндай әдемі қыздардың қойнына салған соң, қандай тексеруші болмасын, бізге оң көзбен қарайды. Бұл қыздар тәп-тәуір жерде жұмыс істейді, бірақ ара-тұра біздің заказды орындайды. Ол үшін қалталарына ақша салып береміз. Дұрыс екен дестік. Бір апта өте шықты. Қайтарға бірер күн қалғанда дүкен аралауға шыққанмын. Балаларым алдымнан шыққанда қолынан ұстата қояйын деп ұсақ түйектер алдым. Дүкеннен шыға беріп едім, оу жолдас қайнаға қайдан жүрсіз деп бір танысым кездесе қалды. Бір ауылдың жігіті, мен 10 шақты жас кіші, жағдайымды айттым. Жүріңіз аға, күнде кездесіп жатқан жоқпыз, дәм татыңыз. Бір ауылдың баласымыз ғой деп өтініп болмаған соң, адресін алып жұмыстан кейін сонда бардым. Есікті ашып інішектің өзі қарсы алды. Алдымнан жүгіріп шыққан ұлына ала келген ойыншығымды саттым. Аяғымды шешіп залға оза беріп едім, әйелі шықты. Оны көріп шалқамнан түсе жаздадым. Біртүрлі болып кеттім. Не сәлемдесерімді, не керіліп ұрылып кетерімді білмедім. Алдымда кімдір дейсің ғой. Өткенде саунада бізді обслуживать еткен қыздың бірі тұр. Сәбина, мынау жолдас деген ағаң, біздің ауылдың азаматы, деп інішегім мені таныстырып жатыр. Ол мені көріп сасып қалды. Қып-қызыл болып кетті. Залға, дастарханға кіре беріңіздер деп ас үйге қашты. Ол үйден шай емес, зәр ішкендей болдым. Сәбина төмен қарап қызараңдап отыр. Інішек мәз. Біздің осы келініңіз асырап отыр. Жақсы жерде жұмыс істейді, табысы тәуір деп қояды. Ішімнен әр еркектің қойнына бір жатып жүрсе, әрине табысы тәуір деп мен отырдым. Сол саунада Сабина мені қосқанда 3 еркекті кезек-кезек обслуживать етіп еді. Сіздер секілді азаматтар жиі келіп тұрса, бізге жақсы. Компания басшысы бізде шақырады, жақсы ақша береді. Ал біздің жұмыс саунадан келген азаматтардың құмарын қандыру деп менің қойнымда жатып біраз сырын ақтарып еді. Сол Сабина енді қызараңдап төмен қарап отыр. Інішекті аядым. Ол жарым деп ақша тауып жүр деп мәз. Ал әйелінің ана жақта не істеп жүргенін білем екен, әттең. Сылтау айтып, үйден тез кесуге асықтым. Бүгін осында қонып кетіңіз дегеніне қарамадым. Бұл Астанадағы бір үлкен компанияда аудитор болып жұмыс істейтін досымның әңгімесі. Айтқан әңгімесінің өзегінде қоғамдағы үлкен шындық жатқан анық. Өйткені бүгінгі күні сырттан келетін қонаққа қыз салу жазылмаған шындыққа айналғалы қашан. Бұл соның бірі ғана. Жаз кезі. Досым екеуміз демалуға көлге бардық. Жалғыз емеспіз, мен әйелімді алдым. Үйленгенімізге 1 жыл ғана болған, баламыз жоқ әлі. Досым жүріп жүрген қызын алды. Көлікке мініп дүкеннен тамақ алып жолға шықтық. Досымның қызын бұрын көрмегем, енді танысып біліп жатырмыз. Аты Гүлбаршын екен. Орысша сөйлейтін қыз. Сонымен көлге де жақындап қалдық.
Бір уақытта Гүлбарсын біз бәрін алып шетін алмаппыз ғой, қазір көлге жақындағанда бір ауыл болады, сонда дүкенге тоқтайық деп ақыл айтып қалды. Окей дедім. Сосын әлгі дүкенге жақындап кеп тоқтадым. Кірдік. Әйелім мен вино ішем деді. Анау вино не болады, ақтан алайық дейді. Байқаймын, ішуді жақсы көретін қыз секілді. Әйелім жоқ, мен ақ ішпеймін деді. Ол онда коньяк алайық деп 2 бутылка коньяк алдық. Сосын ол бір жарты арақ алды. Ары кеттік. Көлге барып тамаққа тойып суға түсіп мәз болдық. Коньяк іштік. Әйелім вино ғана ішіп үйренген қыз коньякқа әрең үйренді. Ана қыз қылқылдатады екен. Біраздан соң күн баттып жаттық. Әйелім екеуміз машинада, досым қызымен палаткада. Палатка машинаға тақап тұр. Біраздан соң аналар әлгімен айналыса бастады. Машинаның терезесін сәл ашып қойғам, әйтпесе қапырық ауа жоқ. Аналардың ыңқыл-сыңқыл естіліп тұр, бітіретін шығар деп әйелім екеуміз жатырмыз. Қайдан болсын, қайта өршелене түсті, ыңырсып жатыр. Алдына жан салмайтын біреу екен әлгі қыз. Біраздан соң әйелім қоза бастады. Мас қой қайтқенмен, қолыммен әлгімді ұстап уқалап жатыр. Бір қолы бұтының арасына кеткен, клиторын жыбырлатып жатыр. Екі аяғын қысып алған, менікі де қақиып тұрып кетті. Ол біраздан соң төмен түсіп менікін аузына алып сора бастады. Мен жатырмын. Жарты сағаттай ойнады. Тіліммен жалап, сорып, тістелеп тәуір-ақ қоздырды. Аналардың ақуықтері тіпті шабытын оятып жібергендей. Bir кезде қолымды алып, ұстасам шылқылдап жатыр. Смазкасы бұтынан ағып жатыр. Жылт-жылт етіп анық көрінеді. Әйелім бір кезде шыдай алмай тықшы деді. Тығып алшы, шыдай алмаймын деп қояды. Үстіме шықтышы дедім. Ол кезде үстіме шықты да трусиын бір жақ шетке жиып отыра қалды. Су сорғалап тұрған әлгісі қақиған менікіне бірден сүңгіп кетті. Ыбыстық сезгенде менікі тіптен қатайып дүршілдей бастады. Бағанадан әбден қышынып, әрең жатқан қатыны мал кеп секір. Бәрін ұмытып кеткен. Машин селкілдей бастады. Аналар да ана жақта діңкілдесіп жатыр. Біраздан соң олар да естіп түсіне бастады біздегі жағдайды. Әйелімдікі жақындап қалғанын сездім. Белінен қысастап, қатты-қатты ұрғылап жатырмын астыңғы жағынан. Бір уақытта әйелімнің даусы жиілеп, қатайып, қатты бітіріп жіберді. Бітіргенде қатты дауыс шығып кетті. Сосын сылқ етіп құлап түсті. Үстімде жатыр. Бір уақытта ана қыз терезеге жақындап, ну как вы, я смотрю, вам тут тоже хорошо деп қояды. Олар суға түсіп келді де қайта бастады. Қатыным талықсып жатыр, менікі тағы тұрған тоңқайыш дедім. Ол тоңқайып жатты, мен артқы жағынан тықтым да итере бастадым. Ана жақта досым да итеріп жатыр. Екеуміз де бір ырғаққа бастық. Біраздан соң менің әйелім де дауыс шығарып ыңқылдай бастады. Көп кешікпей тағы бітіріп жіберді. Мен ақырындап машинадан шықтым. Қарасам, досым қызын тоңқайтып қойып итеріп жатыр. Қасына жақындадым. Қарап тұрмын. Ана қыз артқа бұрылды да, может, поменяйтесь дейді. Досым шаршаған болуы керек. Анаусын шығарып алды да, мә, енді сен айдаш деді. Мен келістім. Досым жатыр талып. Анау жынды екен. Анаусы тарлау болып көрінді. Или қысып тұр ма, білмедім. Тездетіп мен де бітірдім. Машинге барсам, әйелім ұйқынып періп жатыр. Менің ана қызды итеріп келгенімді білмейді. Ұйықтап кетіппін. Оянсам, анауымды сорып жатыр. Біреу қарасам, қатыным ёп твою мать, түнде ананыңкінен шықты емес пе деп қоям іштей. Итеріскісі келіп тұрғанын білмей қимаймын дедім де үстіне шығарып ап итеріп жібердім. Бір жақсы қатыным тез бітіргіш, көп ұзамай ағызып жіберді кәдімгідей. Таң атып қалған, суға түсіп тамақ іштік. Түк болмағандай отырмыз. Бір уақытта ана қыз маған пойдем прогуляемся деп алып кетті тау жаққа. Тауға барған соң айтады: ты же женат, чё меня-то трахал? Хочешь, я все жене расскажу дейді. Нет, не надо дедім. Тебе моя пизда понравилась дейді. Да дедім. Тогда выяви меня еще раз, прям сейчас тут дейді. Сөйтіп, бір тастардың арасына тоңқайтып тұра қалды. Итеріп алдым, жатырмыз. Знаешь дейді маған, все должно быть по-честному. Ты меня трахал, значит, Мурат должен твою трахнуть дейді. Мен айттым: ты чё, ты ведь еще не женатый деп. Ол: мы скоро поженимся дейді. Сөйтті де, а костер подожгли, дым пошел, пойдем деді. Тұрып бара жатырмыз. Барсам, досым мен әйелім екеуі шашлыкты түйреп қойыпты. Бір айдан соң екеуінің тойы болды. Жуырда мен досымның қатынын көрдім. Араласпай кеткенбіз, бір проблемалар болып. 5 жылдай. Сол маған айтады: помнишь, мы на горах трахались деп. Да десем, вот в то время Муркин твою жену трахал. Я специально тебя туда отвел. Как мы ушли, он взял ее и оттрахал как шлюшку. Как закончил, костер поджег. Это был сигнал, а ты лох деп күледі. Но ничего, мы квиты. Он твою разок трахнул, а ты меня 2 деп күледі.